Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 21-ші сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Жақсы мен жаманды білемін. Қыстырма сөздер. 9-шы жаттығу. Кестедегі сөйлемдерді оқып, оларды өзара салыстыр. Бірінші кесте. Әрине, еңбексіз ерде жерде көгермейді. Биыл несін айтасың? Егіннің шығымы өте жақсы. Меніңше, бұл өте мықты адам. Мүмкін, сіз оған көмектесерсіз. Екінші кесте. Еңбексіз ерде жерде көгермейді. Биыл егіннің шығымы өте жақсы. Бұл өте мықты адам. Сіз оған көмектесерсіз. Сөйлемдердегі қарамен берілген сөздерге назар аудар. Олардың сөйлемге қандай мағына үстеп тұрғанын байқа. Қарамен берілген сөздер әрине, несін айтасың, меніңше, мүмкін сөздері. Бұл сөздер күмәндану, мақұлдау сезімдерін білдіріп, сөйлемнің мағынасын өзгертіп тұр. 10-шы жаттығу. Мәтінді тыңда. Айтыс. Сиыр, ат, ит қожамыз қайсымызды жақсы көреді деп айтысады. Әрине, мені жақсы көреді, деді ат. Мен оның отынын, шөбін тасимын. Қожаның өзі мініп керек жерлеріне барады. Сөз жоқ, қожа мені жақсы көреді, деді сиыр. Мен оның бала-шағасын сүтімен асыраймын. Жоқ, мені жақсы көреді, деп ырылдады ит. Мен оның мүлкін және сендерді де күзетемін. Бұлардың сөзін естіген қожасы, босқа таласпаңдар, сендердің бәрінде маған керексіңдер, деді. Айтысқа қандай жануарлар қатысты? Айтысқа сиыр, ат, ит қатысты. Жануарлар не туралы айтысты? Жануарлар қожамыз қайсымызды жақсы көреді деп таласты. Қожасының айтқанымен келісесің бе? Әрине, әрбір жануардың өз орны бар, және әрқайсысы пайдалы. Мәтіндегі қарамен берілген сөздерге назар аудар. Қарамен берілген сөздер әрине, сөз жоқ сөздері. Олар келісу, сену сезімдерін білдіріп тұр. Сөйлемдегі ойға сөйлеушінің әр алуан көзқарасын, сену, мақұлдау, күмәндану тағы басқа білдіретін сөздерді қыстырма сөздер деп атайды. Оған мысал ретінде мүмкін, рас, оның ойынша, сірә, шынында сөздерін келтіруге болады. 11-ші жаттығу. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз. Әрине, мені жақсы көреді, деді ат. Сөз жоқ, қожа мені жақсы көреді, деді сиыр. Осының бәрін ол әрине жалғыз өзі істей алмайды. Қыстырма сөздерді тауып, олардың тыныс белгісіне назар аудар. Қыстырма сөздің тыныс белгісі қалай қойылатынын өзін тұжырымда. Қыстырма сөздер әрине, сөз жоқ сөздері. Егерде қыстырма сөз сөйлемнің басында келсе, онда қыстырма сөзден кейін үтір қойылады. Ал қыстырма сөз сөйлемнің ортасында келсе, онда қыстырма сөздің алдына және артына үтір қойылады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.